қайыршы болып кеттік. Не істейміз? Шықтым. Ертең қайыршы болып жүрдім. Ешкім нан алайын десем, ақшам жетпей жатыр. Жоқ болса да пенсия алмайсыз ба? Пенсия аламын да, ол пенсияны алмайды. Бала шағаңыз көмектеспейді ме? Көмектеспейді, бала шаға. Ұлым қайтыс болды. И на яйца, и на все вообще это самое. На мясо. На мясо вообще, на мясо тяжело. Рыба очень дорогая. Все это, все Не это. хватает. Конечно. На У меня лекарства? Да, лекарства. Пенсия маленькая, но лекарства не хватает. Сұрқия заман, сұрқия уақыт. Мына уақыттың дерті, біздің заманның дерті кредит болды. Бабаларымыз найзамен, білектің күшімен мына бүкіл әлемді, бүкіл жерді жаулап алған болса, қолдаған болса, елім жұртым деп бізді қорғаған болса, кейінгілер автоматпен 15 республика, жаңа неміс соғысы, герман соғысына қатысып, батыр атағын алған болса, қазіргі біздер кредит төлеп батыр атағын алып жатырмыз. Кредит деген кірді ит деген сөз екен ғой, Құдай өзі кешірсін. Бұны 3 миллион алсаң 9 миллион қайтарады екенсің, 5 миллион алсаң 15 миллион қайтарады екенсің, 8 миллион алсаң 30 миллион қайтарады екенсің. Бұл не деген сұмдық? Таза тонау. Біздің халықты мың өліп, мың тірілген қазақты енді кредитпен өлтіріп жатыр. Мынау горелла деген ішпейтін напитікпен өлтіріп жатыр. Напитік дейме, жаңа сусын дейме, не сусын деп айтуға, не напитік деп айтуға келмейді да он. Бұл оба ауру ғой, оба. Құдай оның бетін арғысын. Кешегі жағдай. Бір күн кешіктірдім кредитті Береке банкіден. Маған орысша сообщение жазып тұр. Почему, потому деп анау. Мен қазақша сөйледі десем, қазақша сөйледі. Кеше апарып құйдым кредитті. Бүгін тым тырыс. Мен жоқпын да, бармын ба әлемде, жоқпын ба Құдай біледі. Неге кеше бір күн кешіктіргенде кредитіңіз төленмей қайда сотқа береміз дегендер, бүгін неге кредитіңізді төледіңіз, рахмет демейді? Айтыңыз, неге? Біз ол банк үшін продуктымыз. Мүмкін сармай шығармыз, мен сатып тұрған. Мүмкін қымыз шығармыз оларға. Мүмкін шуат шығармыз. Мүмкін срок өтіп кеткен печенье шығармыз. Ол сондаймыз біз. Мемлекетте кредит кешіріліп жатыр. Ол қалай кешіріліп жатыр? 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл төлемей қойғандар үшін біздің мемлекет керемет амнистия жасап жатыр. Қайырымдылық жасап жатыр. Ол сен қайырымдылық жасаса да жасамасаң төлемейді оны. Біз бір күн осы кредиттен құтылайық, ұят болмасын, мойнымызға қарыз болып кетпесін дегенде бізге процент қосып, бізді сотқа береді. Барлық Қазақстан халқы, кредит алған халық сотталып жатыр. Сол сотталдан қорқып жатырмыз. Оданша Қазақстанның границасының ішінен тағы бір шекара жасап, кредит алғандармен қамапсыңдар сол жаққа. Не істейміз енді басқа? Жаңа банкротство деді, құйтырқы әрекеттермен, енді списание деп тағы біресе шығарып жатыр. Мен звондап, осындай мен енді списание жасаймын екен деп жүрсем, аға кредитіңізді құя бермейсіз ба? Историяңызды құртып, ертең кредит алсаңыз керек болады ғой деп. Мына, миымыз уланып қалғанда кредитпен. Кредитсіз өмір сұрамаймыз. Тапқан табысымыздың бәрі двойне, тройне кетіп жатыр. Тіліміз әуелі күрмелік қалды бөлі. Сөйлей алмай қалдық. Ал, құйыңыздар кредиттарыңызды. Құймасаңыздар, рахат, өкімет кешіре салады екен. Жаңағы списание жасай салады екен, банкротствоға жібере салады екен. Төлеп жүрсең, төлеген үшті төлетеді. Еще процент қостыр төлетеді. Ол ана процент ерунда. Перевод жасасаң да процент, өйтсең де процент, бүйтсең де процент. Бәле болды. Процент деген өтті бір оңбаған нәрсе екен. Оңбағаның оңған екен. Баяғыда біреулерге
біреулер ақша берсе үстіне процент деп. Ол ойыншық болып қалды, ойыншық. Онан адамдар жаңағы достарымен анау бір-біріне процентке ақша береді, ойыншық болып қалды. Мынау заңды түрде, мынау өкіметтің заңының аясында бүкіл Қазақстанды процентке тығып қойды. Өздері балық жеп рахаттанып жатыр. Халық біттік, саудамыз бітті, міне отырмыз міне. Тапқан табысымыздың бәрін итке беріп, битке беріп. Аман болыңдаршы. Әйтеуір түбінде бір құтылармыз. Осы бір мына зығырданым қайнағанда бар ғой, басқа банктердің бәрін кредитін төлеймін. Осы Береке банкінің бар ғой. Өзім қатты ойлаймын, төлемей қоям кредиттерді бар ғой, төлемей қоям. Себебі маған кеше басқа тілде сөйлеп, менің мазамды алғандар үшін. Динара деген қыз ба, Динар ба бір үшін білмеймін мен. Аман болсын. Ол да енді солардың жалжымалы жұмыскері ғой, қайтеміз енді. Армысыздар қазақ елі. Әлеуметтік желіні ақтарып отырсам, Жугули Дайрабай мырзаның әлеуметтік желіні ақтарып отырып, Еркебұлан дейтін жігіттің берген бір журналистке берген сұраққа берген жауабын көріп қапты да байқап қапты ол. Ол енді ол жігітті мақтап жер көкке сыйғызбай, мінеке адам деген осындай болса, билікпен ешқандай шаруасы болмаса, өз тіршілік өзінде болса, ешқандай нәрсеге араласпай осындай болса, мен осы жігітті іздеймін, табам, осы жігітті мен көкке шығарам деп айтып жатыр. Енді сұрақ. Сол Жугули Дайрабай мырза, сол әлеуметтік желіден сол жігіттің билікте нелерің бар, басқада нелерің бар деген сөзін байқап қалыпты дағы, сонша әлеуметтік желіні ақтарып отырып, басқалай бір проблемаларды байқамадым екен деп ойлаймын да. Мысалы, әскерге барып, шабытпен барып, табытпен қайтып келіп жатқанда туралы, отбасын асырай алмай қиналып жатқан аналардың зары, ана бір жақта семьясымен жоғалып кетіп, із-тозсыз болып кетіп, енді сүйегі өзінің ауласынан табылған адамдар туралы, о туралы ештеме естімедім екен, соған таңғалам. Бүкіл әлеуметтік желі қолданушылардың бәрі жарыса үн қатып айтып жатыр да. Бірақ Жугули Дайрабай мырза оның бәрін көрмейді екен, соның арасынан сол ана Еркебұлан дейтін жігіттің сөзін ғана тауып, соны қолдап әншейін аспанға шығарып, тура енді оны керемет қып, оны бір енді бір керемет сондай бір мәдениетті, білімді жігіт қып көрсеткісі келіп, соны енді іздеу керек дей ма, әйтеу бірдемелер айтып кетіпті. Сіздер қалай ойлайсыздар енді? Өз ойларыңызды айта кетіңіздерші. Жугули Дайрабай мырза одан басқа нәрсені көрмей ма, жоқ? Көрсе де үндемей ма? Кім, қалай түсінбедім өзі? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздерші, мен міндетті түрде оқимын.